Сәлем баршаңызға. Бүгін үй жағдайында өте дәмді, керемет, қолжетімді заттармен жасалатын рулет жасаймыз. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болатын мен Ләззат. Керек заттарды мен описание бөліміне тіркеп қоямын. Ең алдымен 2 ыдыс алып, жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөлек ыдыстарға жарып алып, яғни ағын бөлек, сарысын бөлек алып аламыз. Дәл видеодағыдай жасап аламыз. Ағын енді жақсылап миксермен, ең алдымен жақсылап миксерлеп аламыз. Бұның түсі өзгергенге дейін ақ көпіршек тәріздес болады. Жақсылап миксерлейміз. Және де миксерлеп болғаннан соң, оның үстіне шекерімізді салып, жақсылап тағы бір миксерлеп жібереміз. Шекер сап болса тағы бір миксерлеп жібереміз. Енді жұмыртқамыздың сарысын дәл осылай жақсылап миксерлеп, бұның да түсі өзгереді. Жақсылап миксерлеп, бұның үстіне еріп тұрған үй температурасына майымыз құйып, жақсылап миксерлейміз. Бөлек-бөлек құйып отырамыз, сүтімізді бөлек, және де шекерімізді бөлек салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан соң, жаңағы 2 затымызды тестамызды бір ыдысқа салып, оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Ағы мен сарын араластырып, жақсылап осылай алып, жақсылап бір миксерлеп аламыз. Дәл видеодағыдай миксерлеп аламыз. Енді біз өзіміздің ұнымызды, азғана ұнымызды алып, илегіштен өткізген дайын ұнымызды алып, оның үстіне азғана содамызды салып, жақсылап осылай араластырып, яғни дайын тұрған тестамызға бөліп ұнымызды салып, миксерлеп аламыз. Барлық ұнды бірге салуға болмайды, бөліп саламыз, себебі біздің жасап жатқан тестамыз көтерілмей қалуы мүмкін, сондықтан бөліп саламыз. Арнайы ыдысқа поклан қағазын төсеп, оның үстіне мына тестамызды құйып, пешімізді алдын ала ысытып, 180 градусқа 20 минутқа қойып аламыз. 20 минуттан кейін біздіңкі дайын болды. Осылай астына арнайы полотенце төсеп, үстіне қағазын алып, арнайы полотенцемен 10-15 минутқа орап қоямыз. Яғни ыстық күйі ораймыз. Мұздай күйі орасақ сынып қалады. Сондықтан ыстық күйі орап, 10-15 минутқа суығанға дейін қойып қоямыз. Біз оның ішіне салатын начинкасына, яғни оның ішіне әр нәрсе салуға болады. Өз қалауларыңыз, үйде бар зат салуға болады. Мен азғана сливки мен сахарный пудраны араластырайын деп тұрмын, крем жасайын деп тұрмын. Ішіне салатын өте дәмді болады крем қоссаңыздар. Кремімізді араластырып, өзін ұстағанға дейін, яғни жақсылап айландырып аламыз миксердің көмегімен. Біз тестамызды жайып, осылай күрекшенің көмегімен немесе қасықтың көмегімен жақсылап істеп аламыз. Менде арнайы күрекше болмағандықтан қасықтың көмегімен жасап жатырмын. Дәл қазір ол зат болмағандықтан дәл осылай істейміз, жасап аламыз. Барлық жағына крем жағып аламыз. Бұның ішіне малина болсын, мандарин болсын, банан салсаңыздар өте керемет, дәмі өте керемет болады. Бұның ішіне вареньеларында қоссақ болады. Мен өзіме осы крем ұнағандықтан кремін жасап жатырмын. Мен балдарым өте керемет жейді, сіздер жасап көріңіздер. Азғана крем қалғандықтан бетіне гүл тәріздес қойдым. Дастарханның сәнін де әдемі көркін келтіріп тұрады бұл крем. Біздің мына рулетіміз өте дәмді, керемет болып дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Егер де сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ләззат.
сау болыңыздар.